Ассалаумалейкум алтындарым, біз бүгін тәтті маффин жасаймыз, шоколад қосылған. Ал бисмилля, бірінші таза ыдыс дайындап аламыз, және де бізге керектілерді дайындап қойдым. Описанияға қарасаңыздар, құрамы бәрі граммына дейін жазылып тұрады. Бірінші 2 жұмыртқаны өстіп жарып салып аламыз таза ыдысымызға, шым тұз себеміз. Одан кейін 120 грамм қантымызды 3-4 бөлікке бөліп, осылай жақсылап ыдысымызға салып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше және де жұмыртқа көпіргенше өстіп жақсылап араластырамыз. Содан кейін 100 грамм сұйық майымызды құямыз бұл жерде. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасында болу керек. Сүт, сұйық май бәрі. Енді сүтімізді құямыз. Бұл жерде негізі айран болса да болады. Және де 180 грамм ұн, 180 граммның үстіне 25 грамм какао, және де 10 грамм қопсытқыш, және де өздеріңіздің қалауыңыз бойынша ваниль қоссаңыздар болады. Өстіп 3-4 бөлікке бөліп саламыз да жақсылап араластырамыз. Түйіршік болмау керек. Және де кез келген дүкендегі шоколадты, плиточный шоколадты алып өстіп ұсақтап бөліп аламыз. Жартысын осы жаңағы құймамызға саламыз. Жартысын жаңағы маффиннің бетіне, кекстің бетіне қоятын боламыз. Ыдысымызды дайындап, пешімізді 160 градусқа қойып, өстіп шоколадты араластырып салып алғаннан кейін құйып шығамыз. Үлкен қасықпен 1,5 қасықтай салып, бұл жерде менде 12 дана шықты. 12 данасына осылай үлкен қасықпен бір үлкен толы қасық және де жарты қасықпен салғанда 1,5 қасық шығады. Толықтай өстіп салып болғаннан кейін жақсылап орнағанда енді бетіне жаңағы бөлген турап алған шоколадымызды сеуіп шығамыз. Шоколадымызды сеуіп алғаннан кейін ол уақыт аралығында біздің пешіміз ысып дайын тұрады. 160 градусқа жарты сағатқа 25-30 минутқа салып аласыздар. Бірінші алатын кезде маффиннің бетін тексеріп аласыздар, піскен-піспегенін. Әртүрлі, сондықтан бұл жерде менде конвекциясыз пеш болғандықтан жарты сағатта піседі. Осылай томпиып үлкен болып шығады. Өте дәмді. Жақындарыңызды жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған айтылған каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.